Баршаңызға сәлем, достар. Біз бүгінгі мейрамды 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамын осы теңіз жақта атап өтеміз деп шештік. Қыздар папаларымен ана жақта, теңіз жақта жүр. Бүгінгі мейрам баршаңызға құтты болсын, бақ-береке алып келсін. Әрбір қыз келіншек, аяулы жар бақытты болсын. Сәлем, достар. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Достар, мінекей біздің қыздар қуанып жүр, папамыз да. Я, бүгін теңізге келдік. Теңіз бүгін ерекше күшті болып тұр. Анда шағалалар жүзіп жүр. Бар, иша. Нелер бар? Құштар. Құстар бар. Мұнда асылай тұр. Ұйқысынан тұрған. Енді әрең жүр қазір. Ұйқысырап. Қазір құстарға біз жем бере бастаймыз. Үйден нан алып келгенбіз. Сосын кішігірім супыларымызды алып. Я, қызым? Қалай мейрам, қалай болып жатыр, қызым? Қазір кешке тағы да тойлаймыз. Түсіп кетпеңдер, қыздар, абайлаңдар. Арука, сен теңізге шомыласың ба? Купальнигіңді алып келмедің ба? Жазда шомыламыз, я? Былтыр жазда теңізден шықпап еді. Қараңыздар, қандай күшті болып тұр мына теңіздің толқындары. Айта алмаймын енді. Көптен бері келмеген едік күннің суығында. Күшті болып тұр. Қараңыздар, достар, шағалалар сразу жетіп келді. Мұнда нан беріп жатқан едік. Оқты, күшті. Енді зор болып тұр. Молодец. Бұл да блогер кішігірім. Бұл да өзін телефонына түсіріп жүр. Қараңдар, достар, қараңдар, шағалаларда. Прям толқындарымен күшті болып тұр теңіз бүгін. Настроениесі жақсы болып, күнде жылы болып тұр. Еркен ас құлақ қалмаңдар, қызым. Нан лақтырсай. Оқты. Әне, уже жиналып жатыр барлығы. Сағанда көріп. Лақтырсаңдар сразу құстар келіп алып кетті. Болмаса қолын көтеріп тұр, алып кетеді осы жерден. Бұлар да ақылды. Мына жақтар вообще керемет болып тұр. Көзім қуанады көріп теңізді. Ана үйректер что-то келе жатқан жоқ, я? Абайла, қызым, құлақ қалма. Адамдар көп, мыналарда что-то жем бере бастады. Мына жақта кептерлер де біздің қасымызға келіп, қыздар нан беріп жатыр бұларға да. Мына екеуі қайда баратыр десеңіздерші, я? Жаным. Ал, бере беріңдер. Асылайда, бермекші. Ол жаққа құлап кетесің, қызым, бұлай тұр. Құлап кетесің, Асылай. Құдай-ай. Жүрна жаққа жүр, папаң қасына бара ғой, қызым. Мына теңіздің дауысын тыңдап, осы жерге бір үстілчік әкеп қойып, отыру керек қой. Айта алмаймын мына теңіздің дауысын. Ал, бере беріңдер, қыздар. Жоқ, сен лақтырсай, ол сенен қорқады, қызым. Арука, ол сенен қорқады. Ал, ала қойыңдар. Иә, жеп қойды. Ана жақта үйректер жүр, олар что-то білмеймін, қорқып жүр ма келуге. Енді жағалауға шықтық. Біраз қыздар ойнаймыз деп, білмеймін, мына жерде адам көп. Анда аттар бар екен, атқа мінеміз деп қыздар. Достар, қызық болды ғой мына жерде. Еркен осы теңізге түсіп кетті бір аяғымен. Аяғы
сонда да жүріп кетіп бара жатыр, ойнағысы келіп үйге қайтпаймын деп. Еркеназ, аяғың қалай? А? Жаурамады ма аяғың? Не істедің? Не істедің? Суға баттым. Суға түсіп кеттің ба? Енді біз мына қыздарды абайла деп жүрсек, Еркеназ үлкен қыз болса да түсіп кетті суға. Не деген адам мына жақта жүрген. Қазір мына жерде сәл ойнап, сосын біраз жүріп қайтамыз енді. Ал қыздар бізде жатыр. Бөпе болып жатыр, бөпе болып. Ей, зәндерім менің. Тәтті ғой өздері, тәтті. Тәтті өздері. Асылай, ұйқың келіп жатқан жоқ па сенің жода? Көзің жұмылып жатыр ғой. Мына жақта мына бір жылқыға қызығып жүр. Еркеназ отырғысы келіп. Қорқып жатыр ма? Нағыра. Жаным, очень. Асылай қорқып тұр? Мынандай. Бұларға осындай нәрсе болса болды ғой. Ой, наки. Еркеназ олай істеме, қорқады ғой, қызым. Мына ит ұнап қалды бізге. Бір ақылды екен, е? Істеп алмасын, бірақ абайлаңдаршы. Мына жылқы. Оқты, Асылай. Еркеназ ұстап көрсей? Ұстап көрді. Қорқпа, олай итті қорқытып жібересіңдер, қыздар. Ана атты абайлаңдаршы, теу болмасын. Еркеназ бері тұршы ана аттан. Тістеп алмай ма? Мен қорқам. Ал достар, біз үйге келіп қалдық. Өйткені Еркеназ аяғын теңізге батырып алғаннан соң көп жүре алмадық. Үйге келіп, қыздар тамақтың уақыты болғанша жазып қойдық. Еще жазып. Даже жазу жазып кеттік. Міне мына жерде жазуларым көп менің. Еркеназ, суға қалай түсіп кеттің? Ана бүйтіп отырғанмын ғой, иә. Сосын аяғым аяғым түсіп, сосын аяғым су болды да, ана сендер келгенде аяғым тартыңдар ғой. Иә. Жаурап қалды ма аяғың? Иә. Ой, сонымен қызық болды. Біраз жүреміз дегендік болмай қалды, үйге қайтуға тура келіп қалды. Біздің Арыназдың сүйреті осында енді. Жай үйреніп жатыр, сүйрет салуда. Тапшыдар мен сөйлетін әгеме. Иә, кәді көрсетші мына жақа. Бұл не өзі? Біздің Еркеназ білмеймін, үй салғыш, скоро үй алып қаламыз ау деймін, иә? Иә, мына жерде неше түрлер заттар бар. Үй саламай бірақ. Иә, үйренесің ғой, қызым. Үй саламай. Бакынаттарға көп заттар саламыз сол. Иә, күлкілі заттар саламыз. Сала бер, молодец. Ал достар, бізбен болғандарыңызға рахмет. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, тіркеліңіздер, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Всем пока!